Алла елшісі саллаллаху алейхи ва салям мүміндерді тәубеге келу арқылы жандарын тазартуға үндеген. Қасиетті Құранда былай айтылған: расында Алла тағала мүміндерге қамқорлық етіп, олардың ішіне өздерінен, оларға Алла аятын оқитын, оларды тазартатын және оларға кітап, хикмет үйрететін елші жіберді. Өйткені олар ашық адасуда еді. Төменде күнәдан тазартатын 5 зікірді келтіреміз. 1. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салям былай айтқан: кім әр намаздан кейін 33 рет субханалла, 33 рет әлхамдулилля, 33 рет Аллаху акбар айтып, ал содан кейін ля иляха илляллаху дейтін болса, оның күнәсі теңіздің көбігінен көп болса да кешіріледі. Алла елшісі саллаллаху алейхи ва салям былай айтқан: кім күніне 100 рет ля иляха илляллаху уахдаху ля шарика лях, ляхул мульку уа ляхул хамду уа хуа аля кули шайин қадир айтатын болса, сол 10 құлды азат еткендей сауап алып, 100 жақсы амал жасады деп жазылып, 100 жаман амалы өшіріледі, әрі сол күні кеш батқанша шайтаннан қорғайды. Оның жасағанынан артық ешкім жасай алмайтын болады. Хадистердің бірінде, егер адам күніне 100 рет субханаллахи уа бихамдих деп айтса, оның күнәсі мұхиттың көбігіндей болса да кешіріледі делінген. 3. Көп сөйлеген сайын біздің күнә жасауымыз артып отырады. Мысал үшін, бос сөз, өсек аяң және тағы басқа. Осындай күнәлерден бойымызды аулақ салу үшін Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллам мүміндерге келесі зікірді өсиет еткен: кім жиындарға қатысып, қажеті жоқ сөздерге тартылса, мына дұғаны айтсын: субханака аллахумма уа бихамдика ашхаду ан ля иляха илля анта астагфирука уа атубу иляйка. Сонда әлгі адам сол жиында әдейі жасалған күнәлар үшін кешірілетін болады. 4. Сад ибн Әбу Уаққас Алла елшісі саллаллаху алейхи ва салланың былай айтқанын келтірген: кім азан шақырылғанда, ашхаду аля иляха илляллаху уахтаху ля шарике ляху ва энна мухаммадан абдуху ва расулюху радиту биляхи раббан ва би мухаммадин расулян ва бил ислами динан деп айтса, соның күнәсі кешіріледі. 5. Кім ля иляха илляллаху вахтаху ля шарика лях лахул мульку ва лахул хамду ва хува аля кули шайин киадир. Субханаллахи вальхамдулиллахи ва ля иляха илляллаху валлаху акбар. Ля хауля ва ля куввата илля билляхи лаллахи лазым рабби гфирли деп айтса, ол кешіріледі. Ал егер ол Аллаға дұға жасаса, оның дұғасына жауап беріледі. Жоғарыда келтірілген зікірлерді айту арқылы мүмін өзінің шынайы хал ахуалын сезініп, өз құлдарын кешіріп, оларға өзінің мейірім және кешірім есіктерін ашатын Алла тағаламен байланысын нығайтады.